Баршаңызға сәлем, құрметті менің тыңдармандарым. Әңгімелер сөйлесін атты каналға тіркеліп, лайк басып қолдау білдіруді ұмытпайық. Өмірімдегі бір оқиғаның үзіндісін айта кетейін. Бір келіншекпен жүремін. Онымен алғаш рет танысқаным көшеде Камри аварийкі жағып тұр екен. Багажы ашық, балоны тесіліп қапты. Өтіп тоқтадым. Кері келіп тоқтап балонын ауыстырып бергем. Бірақ машинасына емес өзіне көзім түсті. Ауырып қалдым ана келіншекке. Күлкісі де, киген киімі де бәрі жарасып тұр. Танысып, кішкене әңгімелесіп, нөмірін сұрадым. Менен кішкентайсың ғой, күйеуім бар деді. Пастельде увереннімін, бағындырамын сені дегенімді дану деп күлді. Резкі нөмірін сұрадым. Жарайды, жазып ал деді. Бірақ кешке азанда звондама деді. Окей деп алдым, кеттім. Кейін 2 күннен кейін жолығатын болдық. Оған айттым, жас емеспіз, киноға, кафеге барып қыдыратын дедім. Кейін кездестік, квартираға кеттік па дедім. Ол, ой, квартира керек емес, сасық деді. Онда гостиницаға кеттік деп Шымкент гостиницаға бардық. Бірақ іште ұялдым. Теңге жетпей қалама деп 20 мыңға суткаға алдық. Сағатқа бермейміз деді. Жарайды деп ол ала салды. Мен ыңғайсыздандым. Содан бөлмеге кіре салып көтеріп алдым. Ол да барынша кайфқа беріліп кетті. Мойнынан иіскеп сүйіп жататын бөлмеге әкеліп аймалап, сүйіп шешіндірдім. Лифтчигі басқаша екен. Шыдамай шеше алмай жыртып жібердім. Емшегін ұшын сүйіп, сорысып, аспабымды үйкедім. Ол кончат етіп жіберді. Аспабымды көріп, жаным тықшы деген сол еді, бірден да концерт тығып таққаным сол еді, айқайлап жіберді. Ананың даусын естіп резкі 5-ші скоростқа салдым. Жігітше айтайын, ондай секс өзімде ешқандай қызбен көрмегем. Бар ынтаммен айқайлатып, шыңғыртып тұрып итердім. Бітірдім де сразу жуынып кеп жаттым. Ана келіншек жатып қалды. Сосын тұрып жуынып келді. Бірақ шындықты айтайын, минет, куни жасамаймыз әлі күнге дейін. 3 палка тастадым. Ат души әлім қалмады. Шаршадым деп жаттым. Ол күйеуім жұмыстан келет. Пока жаным деп ернімнен сүйіп кетті. Күйеуі айына 1 рет итерсе итерет, болмаса ол да жоқ дейді. Амы күйеуіп жиналып қалған. Аптасына 2-3 рет уақыт тауып саунаға ар жерге шақырып тұрады. Ол келіншектің есімін айтпаймын, бірақ қатты ұнатамын. Оны жасы 35-те, арықтау келген, орта бойлы. Денесі әппақ, әдемі, күйеуге шықпағанда ол жанға үйлене салар едім. Түсінігі де бәрі мықты,